Марқұм Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты сот процесі жалғасты. Екінші отырыста жаңа деректер мәлім болды. Оқиға орнында болып қылмыста өз көзімен көрген куәгер жауап берді. Ол күдіктінің марқұмға бірнеше рет пышақ тыққанын көзімен көрген. Бізде дворға кіретін жол бар. Сол жерге жақындаған кезде мен ана жақта ұрып жатыр ма, сондай дауыстар шықты да. Сөйтіп келе жатқан кезде бір бала алдынан жүгіріп өтті. Жүгіріп қашып баратты. Сөйтіп мен ұрып қашып баратыр екен деп ойладым. Ана балаға не істеп жатсың, милиция шақырам дедім. Ұрысқан дауыспенше. Сөйтіп ары қарай кетіп баратқан едім, ол бала қайтып артқа қайтты да, сол жерде қарасам жерде қыз жатыр екен. Сөйтіп сол қыздан ар жақтан бір апай келіп қалған екен ол кезде. Сөйтіп сол қызға сол жерде 2-3 рет пышақпен курткасының қалтасынан ба пышақ шығарды, 2-3 рет сол жерде ұрды. Сөйтіп мен ол жерде қорықтым, қорқып бір секундтай тұрып қалдым, аяқ қолым істемей. Сот отырысына марқұм Нұрайдың ағалары да куәлік етті. Олардың сөзінше, алып қашу оқиғасынан кейін күдіктінің үйіне барғанда қарсы тарап агрессия көрсетіп, үйіне кіргізбеген. Тіпті тәртіп сақшылары келгенде де жағдайда ушықтырған. Марқұмның ағасы процесте полиция қызметкерлерінің әрекетіне де күмән келтіретінін жасырмады. Бір сәтте қарағанда бір күдікті бір азамат ішке қарай кіріп бара жатты. Мен оны тоқтаттым. Кейін есіме түсті, ол кісіні жаңағы сотталушының үйінде көрген екен. Сен қайда барасың? Біз мына жақта кіре алмай отырмыз. Сен қайда барасың? Мен бірден түсіндім сол үйден келгенін. Сөйтсем ол адам сыныптасы болып шықты сотталушының. Мен кіре берсе дежурный полиция қызметкерінен сұрадым. Неге бұл кісі өте береді? Біз мына жақта кіре алмай отырмыз қарындасымызға десем. Бұл кісі недегі гражданский киімдегі қызметкер деді. Күдікті өткен отырыста кейпінен танбай отыр. Жәбірленушіге пышақ сұққаны есінде жоқ. Бүгінгі отырыста өзге де куәгерден жауап тыңдалды. Марқұмның жақындары бұл жолда істің ашық әрі әділ өтуін талап етті. Соттың қай күні, қай уақытта жалғасатыны әзірге белгісіз. Саят Айдосұлы, Руслан Насиров, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтары бөлімінен.